Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазір хит болып жатқан тары чизкекті жасайтын боламыз. Дәмі ерекше, өзгеше дәмді болады екен. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен тарыны тазалап жуып, үстінен ыстық сүт құйып, бетін жауып жарты сағатқа қоямыз. Ал енді қамырын жасайтын боламыз. Қамырына біз талқан мен печеньені екеуін араластыратын боламыз. Печеньені осылай блендерге салып, майдалап ұнтақтап аламыз. Ал енді бөлек ыдысқа талқанды және оның үстінен блендерден өткізген печеньемізді саламыз. Оның үстінен ертілген сары майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Тестасына қант салмадым, себебі бұл жерде печеньенің өзінің тәттілігі бар. Барлығы жақсылап араласу үшін осылай қолмен тақта бір араластырып аламын. Форманың астына фольга төсеп, тестамызды салатын боламыз. Фольганың жиектерін формаға қарай жақсылап қайырып қою керек. Енді тестамызды біркелкі етіп барлық жағына жайып шығамыз. Шетіне осылай бортиктерін шығарамыз. Мендегі форманың диаметрі 20 см. Енді кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Творожный сырдың үстіне қант және жұмыртқамызды жарып салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырмаймыз. Осындай силиконовый күрекшемен немесе венчикпен де араластырсаңыздар болады. Үстінен 33% сливкиді құйып, барлығын жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Неге барлығын осылай жақсылап араластырып болғаннан кейін, жаңағы сүтке жібітіп қойған тарымызды салып, тағы да барлығын араластырып аламыз. Тестаның үстіне салманы салып, бетін жақсылап тегістеп, 100 градуста 1,5 сағаттай пісіріп аламыз. Неге чизкек пісіп шықты, мен бірден формасынан босатпай, бөлме температурасында толығымен суығанша 2 сағатқа қалдырдым. Одан кейін тоңазытқышта 2-3 сағаттай ортасындағы салмасы жақсылап қатқанша қою керек. Қыздар, жасап көріңіздер. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда уақытта тағы да неше түрлі тағамдардың түрлерімен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет, келесі кездескенше.